көрсете ғой, жылқы қайда жылқы? Жылқыны сәйкестендіреміз. Енді сәйкестендіреміз. Дұрыс неге болады? Жарайды, тамаша. Басқасына балалар, біздер әріптермен жұмыс жасаймыз, иә? Олай болса, екеуге өз қалаларыңыз бойынша бөліне қойыңыздар. Жалпы дәптермен жұмыста бірінші тапсырмамыз жабайы жануарлар да бар ішінде, және де үй жануарлары да бар. Соларды тек қана үй жануарларын сіздер төлдерін тауып, және де түстерін сәйкестендіріп бояу керексіздер. Ал екінші тапсырмада бізде мұнда шатасып кеткен үй жануарлары мен дала жануарларының арасынан тек қана үй жануарларын біреуін ғана бояймыз бұл тапсырмада. Жақсы ма балалар?